Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мен сіздерге осы тұрған жабағыға ноқта істеп көрсететін боламын. Басындағы ноқтасы ескірген екен, осыған жаңалап ноқта істейтін боламын. Және де мал арқандағанға қазық жасап көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Міне достар, 16 жіп дайындап алдым. Ең негізгі бөлігіне арналған бұл 16 жіп 4-ті көріммен өретін боламын. Басын түйіндеп дайындап қойдым. Және де мынау мұрындыққа арналған жіп. Бұны қазір мұрындыққа жасайтын боламын. Бұл жерде 7 жіп. Осы екеуінен қазір ноқта өретін боламын. Алдымен ең негізгі бөлігін өріп аламын, 4-ті көріммен. Міне достар, өріп болдым. 4-ті көрім. Мына түйіндердің барлығы қазір күйдіріп, осылай жапсырып тастайтын боламын. Бұлардың барлығы білінбей кетеді. Міне достар, ноқтаны жасадым. Жаңа айтқандай, мынау мұрындық. Мынау 7 жіпті алып, 2-ге бөліп, қайырып, мынау негізі 1 жіп қой. Осыны 2-ге қайырып, бірінші бір жағына өткізіп, қайтадан айналдырып, мұрындығын өрейін деп жатырмын. Мына жерде 14 жіп, бір жағына қазір 1 жіпті жіберіп, мына жақтан бөлек тағы 1 жіп қосам да 15 жіп қылып, 5-ті көрімді өремін. Қазір өріп болған соң көрсетем. Егер оны өріп отыратын болсам, іш пыстырарлық болып кетеді. Оны көріп отыруға да ешкім жалаң ешті жоқ шығар. Міне достар, өріп болдым. Мұрындығы осылай шықты. Мына жерін осылайынан өткіздім, шиыр істедім. Және де қазір мына жерге осылайынан сақалдарға келіп өретін боламын. Міне достар, сақалдырғын өріп болдым. Осылай шықты ноқта. Бұл жолы ноқтаны өргенімді дұрыс түсіре алмадым, уақыт болмады. Міне сақалдарға осылай байланады. Қазір ескі ноқтасын алып, жаңасын салатын боламын. Міне достар, жаңа ноқтаны салдым. Барлығы нормальный деп ойлаймын. Бұл ноқтаның жоғарғы жағы қысқартылып ұзартылады. Оны жаңа түсіріп үлгере алмадым. Және астын қазір байлап жерім. Сосын барлығы нормальный болады деп ойлаймын. Қазір қазық жасағанды көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Сіздерге қазық жасауды көрсететін боламын. Уже көктем шығып, жерге шөп шығып, бұзауларды, ешек, соларды көкке арқандау керек болып жатыр. Соған бізге қазық керек. Сол қазықтар үйде сынып бәрі құрған екен. Бүгін қазық істейін деп жатырмын. Сол қазықты қалай істейтінімді қазір сіздерге көрсетемін. Бірінші бізге мынандайдан істейін деп жатырмын. Мынау кәдімгі темір, труба емес, лом сияқты темір. 2 қазық шығарам деп отырмын осы темірден. Бірінші ортадан бөліп аламыз болгаркамен. Одан кейін ары қарай көрсетемін. Міне достар, осылай 2-ге бөліп алдым. Осы 2 темірді. Міне қазір мұны 2 шынжырды алып, осылай жапсытырып варт ететін боламын. Варт етем. Сосын жоғарғы жағынан осылай ұратын болып істейтін боламын. Қазір көресіздер өздеріңіз. Міне достар, мына жерін сәл тегізіп алдым. Осы шынжыр осылай тұрады. Қазір мына шетін осылайынан сваркамен құятын боламын. Міне достар, осылай варт етіп алдым. Қазір жоғар жақтан ұратын қылып істедім. Қазір ұшын үшкірлеп аламын болгаркамен. Міне достар, мынаны варт етіп алдым. Ұшын осылай үшкірледім. Міне екінші темір, осыны дәл осылай істеймін. Ұшын үшкірлеп, мына шынжырды осыған апарып варт ететін боламын. Қазір оны көресіздер өздеріңіз осылай. Міне достар, қазықты істеп бітірдім. Міне екеуі бірдей. Бастарын осылайынан үшкірледім. Міне осы тұрғандай үшкірлеп, мына жағына жаңа көрсеткендей осы шынжырды варт еттім. Әлі ыстық, суған жоқ. Міне мынау да дәл сондай шынжыр. Міне алдын ала жіп өріп қойған. Осыны қазір мынау неден байлап, шиыр шықпа шынжырдан байлап, ешекті арқандайтын боламын. Сосын міне қаққан кезде, мынау өзінің прямой тұр ғой, осы темірден ұрамыз мынадан. Ал мынаған болса еш зиян тимейді. Егер мынаны үстіне варт ететін болса, ол майысып быт шығып кетеді. Сондықтан осыны қасына варт еттім. Енді қазір қалай болатынын арқандап көрсететін боламын.
Достар, осымен менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Алда тағы да қызықты, пайдалы кеңестермен өзімнің жаңалығыммен бөлісе отыратын боламын. Олай болса достар, келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.